Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. 2025 жыл Қазақстан және әлемде қандай өзгерістер болуы мүмкін? Белгілі астролог, болжамшы мамандар бұған өз жорамалдарын айтты. Әлемге әйгілі Ванганың өзі 2025 жылды климатта ауқымды өзгерістер, өнеркәсіптік дағдарыс, шолпанды зерттеудегі табыс, дау-жанжал күшейетін әрі технологиялық жетістіктер орын алатын жыл деп болжаған екен. Сьюзан Тейлордың да пікірі бар. Ол әйгілі түс жорушы Нострадамус бұл жылды геосаяси жағдай ушығатын, медициналық зерттеулерде табысқа жететін және әлемдік экономика өзгеріске ұшырайтын деп атап кеткен екен. Жалпы бұл болжамдардан бөлек біздің елімізді, яғни әлемнен бөлек Қазақстанды 2025 жылы не күтіп тұр? Ендеше болжамшылардың айтқан сөздеріне назар аударайық. Жылан жылы тыныштықты, сақтықты талап ететін жұмбақ әрі күрделі өзгерістерге толы жыл болады. Асығыстықты жақтырмайды. Бұл жылдың ұраны 7 рет өлшеп 1 рет кес. Келер жыл ырыс пен құт шақырады деген бар. 2025 жылы әр адамның өмірінде белгілі бір өзгеріс орын алады. Адамдар айналасын, ортасын тазартады, зиянды қарым-қатынастарды үзеді. Әркімге өз өмірін қайта қарап, жаңа жоспарлар құруға мүмкіндік беріледі. Қиындықтардан сабақ алып, жаңа деңгейге көтеріле алады. Елде сауда, бизнес дамиды, жасанды интеллектке қадамдар жасалады, түрлі сауықтандыру орталықтары ашылады. Адамдар жеке бастарын дамыта бастайды, біліктіліктерін арттырады. Әркім өз миссиясын табуға талпынады. Бұл жылы қыс жылы болады, көктем ерте шығады. Су тасқыны болуы мүмкін, алдын алуға жыл ескертеді. Жасыл энергетика жылы, әр адам өз жүрек қалауын таңдайтын жыл. Жылан табиғаттағы ең тылсым әрі құпиясы мол жаратылыс иелерінің бірі. Биылғы жыл жылан жылы. Ол мыңдаған жылдар бойы адамзат мәдениетінде даналықтың, күштің, тіпті екі ұштылықтың белгісі ретінде танылып келеді. Табиғатта өзіндік ерекшелігімен көзге түсетін бұл жаратылыс көптеген зерттеулердің нысанына айналған. Ал оның бейнесі аңыздарда, өнерде және ғылымда ерекше орын алады. Көп адамдар Қытаймен сауда-саттық жасайтын болады деп болжайды. Қытай көптеп көліктерін нарыққа шығарып дамиды. Қытай әлі де әлемдік нарықта алғашқы орын алады депті IQ сандар сарапшысы Айгүл Мақатова өз болжамында. 2025 жыл елімізде және әлемде қандай өзгерістер болу керек дегенге нумеролог Құралай Бақытқызы былай депті. Жыл санын қосатын болсақ, барлығы 9 санын көрсетіп тұр. Қытай жұлдызнамасы бойынша жылан және ағаш жылы кіріп келе жатыр. 9 саны бізде даналық, оқу, білім, даму жылы. Көп адамның біліктілігі артатын, көп адам өздерінің миссиясын табатын, дамитын жыл. Шет тілін және өзіміздің тілді қолға алатын жыл. Үкімет тарапынан осыған қатысты жобалар шығуы мүмкін. 9 сандардың ең үлкені рухани баю, прогресс жылы. Биыл 8 саны болса, көп адам материалдық жағдайға басымдық қойды, ал 9-да рухани дамуға ден қояды. Адамдар тарапынан қайырымдылық көбеюі мүмкін. Ағаш, жылан жылы стихиясына келетін болсақ, жыл баяу өтеді. Биылғы жылды да солай жорамалдаған едік, дәл келді. Уақыт ауысты, келесі жылы да осы қалады деп ойлаймын. 2026 жылы от стихиясы келеді. Ол өте шапшаң, жылдам, ал 2025 жыл баяу, асықпай, бір сарынды өтетін жыл деп ойлаймын. Ағаш стихиясының бағыты шығыс, өткен жылы көп адам Қытаймен сауда-саттық жасап, 2025 жылда осы шығыс елдері қалады. Биыл Қытай масштабты түрде машиналарын шығарады, олар әлі де әлемдік нарықта алғашқы орында болады. Қазақстандықтарға сауда, бизнес жылы. Қытаймен жұмыс істейтін болса, сол адам байиды. Екінші жыл мүмкіндікті пайдаланып қалу керек. Президент те жағдай жасады, келесі жылы соның жемісі болады деп ойлаймын. Одан бөлек Жапонияда чиптеу дамиды. 2026 жылы
жасанды интеллект өте қарқынды түрде прогресс алып кететін жыл. 2025 жылы соған қадамдар жасалады, дегенмен жаңа жыл консервативті жыл. 2025 жылы мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысы өсуі мүмкін. Сондай-ақ жаңа 2025 жылда жасыл энергетикаға көңіл бөлінеді. Жыл тыныш, жанға жайлы өтеді. Биыл ағаш жылы болғандықтан көктем энергиясы сияқты кіреді. Қыс жылы болады, көктем ерте шығады. Су апатынан ескертулер бар, үкімет ертерек қамдану керек. Жалпы бұл жерде адамдардың миссиясын табуға сандар қатты көмектеспейді, адамның ойы көмектеседі. 2025 жылы Алла өзі бақ береді. Кейбір жылдары соған бетімізді бұрады. Мысалы, карантинде медицина жылы дедік. Адамдар денсаулығына мән бере бастады. Биылғы жылы адамдар қаламасын белгілі бір баптауға түседі. Яғни адамдар өзінің нишасы мен миссиясын іздей бастайды. Өмірдегі басты міндет адам өз миссиясын орындау. Сондықтан көп адам жүрегін тыңдайды деп ойлаймын. Сондай-ақ дисциплинаға көп нәрсе байланысты. Кімнің жылы 0-мен аяқталады, соларға табысты болады. Кімнің жылы 5-ке аяқталады, биылғы жыл сияқты өздерінің стихиялары кіретті, солар бақытқа кенелетін болады. Жеке өмірінде де, жұмыста да табысқа жетеді, дейді нумеролог Құралай Бақытқызы. 2025 жылы респонденттер адамдардың тәуелсіздігі мен жеке тұлғалық қасиетіне қауіп төндіретін технологиялық компаниялардың дамуынан үрейленеді екен. Адамдар интернеттегі жалған ақпарат пен өтіріктен, үкіметтің авторитарлығынан және жұмыс орындарының қысқаруынан қорқатын көрінеді. Десе де мамандар 2025 жылы ақша жылдағы қажеттіліктерге қарағанда көп болатынын айтады. Мансап пен жеке даму саласында төмендегі күндерге мән берген жөн. 21 қаңтардан басталған кезең. Астрономиялық басылымның хабарлауынша бұл күні 6 планета бір тізбектің бойында тұрады екен. Бұл кезең мансап пен мамандықтағы трансформация кезеңі болмақ. Мұндай тізбелеу бір күнмен ғана шектелмейді, ол бірнеше күнге созылады. Оның әсері қаңтар айының соңына дейін болады екен. 1 және 25 ақпан аралығы Нептун мен Шолпан және Сатурн мен Меркурий планеталары бірігеді. Бұл кезең мансап баспалдағы бойынша ілгерілеу кезең болмақ. 2025 жылдың қараша айында маңызды іскерлік таныстық орын алады. Сондықтан маңызды тұлғалармен танысу мүмкіндігін жіберіп алмаған жөн деп болжайды. Астрологиялық басылымдар жалпы 2025 жыл барлық жұлдыз белгілеріне рухани байлық пен өмірді жақсы жаққа өзгерту мүмкіндігін беретінін айтады. Мұндай өзгерістер кез келген адамға сәттілік алып келуі мүмкін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылға деген шағын болжам осындай болды. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз.